тышқан және ертегілер төбесі жұмсақ мүктен жасалған, терезелері гүлдермен безендірілген үлкен емен ағашының астындағы жайлы үйде Феликс есімді кішкентай тышқан өмір сүрді. Бұл үй жылулық пен қуанышқа толы болды, және онда әрқашан сиқырлы атмосфера болды. Әр түнде ай жарқырап, жұлдыздар жымыңдаған кезде, Феликс жұлдыздар мен айлар кестеленген жұмсақ бесігіне жатып алып, Грета есімді дана кәрі тышқан әжесін күтетін. Грета әже осы аймақтағы әйгілі ертегіші болған. Оның әңгімелері кішкентай Феликс пен оның барлық достарын таңғажайып шытырман оқиғаларды бастан кешіріп, сиқырлы әлемнің құпияларын аша алатын ғажайыптар мен қиялдар әлеміне апарды. Аспан ерекше жарқыраған жұлдыздарға толған бір түнде Грета әже, бүгін мен сендерге тек сиқырлы элементтермен ғана емес, сонымен қатар өткізетін сабағымен де ерекше болатын ертегі айтып беремін. Бұл әңгіме оқиғалардың қаншалықты маңызды екендігі, және олар бізді қоршаған әлемді қалай өзгерте алатыны туралы. Дайынсың ба, Феликс? Күткенге тәнті болған Феликс басын изеп, әжесінің жұмсақ табанына қысты. Әжесі әңгімесін былай бастады. Алыстағы сиқырлы орманда ағаштары изумрудтей жап-жасыл, гүлдер тәтті ән шырқайтын жерде Лилия есімді кішкентай пері өмір сүрді. Лилия қарапайым пері емес, ертегіші. Ол күн сайын орман тұрғындарын, тышқандар, қояндар, кірпілер және тіпті дана үкілерді жинап, оларға таңғажайып ертегілер айтып берді. Оның хикаялары сиқырлы және түрлі түсті болғаны сонша, оларды тыңдағандардың бәрі өздерінің қорқыныштары мен уайымдарын ұмытып кетті. Бір күні орманның үстіне үлкен бұлт жиналып, күн сәулесін жауып тастады. Бұлттардың тығыз болғаны сонша, тіпті көгалдарда күңгірттеніп, гүлдер ашық түстерін жоғалтты. Орман тұрғындары жарыққа қуанып, көңіл көтере алмағандықтан мұңая бастады. Кеш жақындаған сайын орман ерекше күңгірт және тыныш болып көрінді. Құстар үнсіз қалды, орман гүлдері жапырақшаларын түсірді. Ертегі Лили сүйікті жерінің бұлыңғыр болып кеткеніне алаңдады. Ол орманға қуаныш сыйлау үшін бірдеңе жасау керек деп шешті. Ол барлық орман тұрғындарын жасыл мүкпен жабылған үлкен алқапқа жинап, оның тағына қызмет ететін үлкен мицелейге отырды. Лили жарқыраған госсамерден тігілген көйлек киіп, қанаттары кемпір қосақтың барлық түстерімен жарқырайды. Лилия алыс жерлер мен сиқырлы тіршілік иелері туралы ертегі айта бастады. Оның тарихында ең керемет тіршілік иелері, сөйлейтін жануарлар, сиқырлы айдаһарлар және дана ақсақалдар өмір сүрген алыс патшалықтар, су астындағы қалалар мен ормандар болды. Ертегілердің бірі сиқырлы орманның дәл ортасында өскен ұлы тілек ағашы туралы болды. Бұл ағаш кез келген тілекті орындай алар еді, егер сіз оны тауып, өтінішіңізді таза жүрекпен айта алсаңыз. Алайда бұл ағашқа жету үшін көптеген сынақтарды жеңу керек болды. Орман тұрғындары бұл үшін жұмбақтарды шешу, кедергілерді жеңу және әртүрлі сиқырлы тіршілік иелерін кездестіру керек екенін білді. Лилия ертегісі ұлы ағашқа апаратын тамаша жолды сипаттады. Алдымен батырлар болашақты болжауға қабілетті дана су рухы өмір сүретін дауылды өзеннен өтуі керек болды. Содан кейін олар орманда шашыраңқы 8 жұлдызды тасты табу керек болды. Бұл тастар біріктірілсе, келесі сынаққа жол ашады. Соңғы сынақта кейіпкерлер сиқырлы ағаштың кілтін ұстаған от айдаһармен кездесті. Тек өз қорқыныштарын жеңіп, батылдық таныту арқылы олар бұл кілтке қол жеткізе алды. Лилидің оқиғасының қызықты болғаны сонша, орман тұрғындары оның әлеміне ене бастады. Феликс тышқан өзін ай сәулесінде қауырсындары жылтылдаған алып құстың арқасымен дауылды өзеннен жүзіп келе жатқандай елестетті. Кішкентай қоян Зинка өзін жұлдызды аспан астында кішкентай оттаяқтармен билеп жатқанын көрді. Бұл биге оның достары қосылды. Тіпті кәрі үкіде жұлдыздар жүйелері арқылы саяхаттап, галактикалық данышпандармен кездесуді армандай бастады.
Ертегі өзінің ең қызықты сәтіне жеткенде, кейіпкерлер ұлы тілек ағашын тапқан кезде бұлттар ашыла бастады. Күн нұры бұлттарды жарып өтіп, орман қайтадан нұрға, түстерге бөленді. Көкжиекте кемпір қосақ пайда болды. Оның ашық түстері орманның әр бұрышында көрінді. Орман тұрғындары көңіл көтеріп, би билеп, ән айта бастады. Көп ұзамай орман тұрғындары Лилидің ертегілерінен шабыт алған өздерінің қиялдарын пайдаланып, өз мәселелерін шеше бастады. Феликс тышқан достарымен өзен арқылы көпір салып, оны күшті және әдемі ету үшін тек қиял мен сиқырды пайдаланады. Кішкентай қоян Зинка нұрдың қайта оралу құрметіне мереке ұйымдастырды. Онда әркім өз сезімін өнер арқылы жеткізе алды. Гүлдер жаңа, керемет түстермен гүлдей бастады. Шалғындар музыка мен күлкіге толды. Тіпті кәрі жапалақ орманның жас тұрғындарына өз білімін айтып, ақылды және мейірімді болу қаншалықты маңызды екенін көрсете бастады. Әр түнде Лили ертегілерін айтып бергеннен кейін, орман барған сайын сиқырлы орынға айналды. Бұрын жай ғана жап-жасыл болып келген ағаштар енді жұмсақ нұрға бөленіп, барша тұрғындардың жүрегінде өмірге келген ертегілерді еске түсірді. Лили өз оқиғаларын айтуды жалғастырды, және әр кеш сайын орман тұрғындары өмірлерінің жарқын және сиқырлы болып бара жатқанын сезінді. Орман әркім өз арманын тауып, соған ұмтылатын орынға айналды. Грета әже оның әңгімесін сүйсініп тыңдап отырған Феликске қарап, оның көздері қалай ұшқындағанын байқады. Ол сөзін жалғастырды. Феликс, әңгімелер мен қиялдың керемет күші бар екенін әрқашан есте сақта. Олар бізді қоршаған әлемді өзгерте алады, қуаныш сыйлайды, және ең қараңғы уақытта да кереметтер жасай алады. Күн сайын кешке көзіңізді жұмған кезде, ғажайыптар сіздің түсіңізде де болуы мүмкін екенін, және сіз естіген әрбір оқиға айналаңыздағы әлемді жарқын және жақсырақ ете алатынын есте сақтаңыз. Әжесінің сөзінен жылылық пен жайлылықты сезінген Феликс көзін жұмып, күлімсіреп ұйқыға кетті. Ол әр түнде әжесінің ертегілерінің арқасында жаңа дүниелерді ашатынын, өз қиялының ғажайыптар тудыратынын білген. Сонымен үлкен емен ағашының астындағы жайлы үйде кішкентай тышқан ұйықтап қалды. Ол өзімен бірге әр хикаятта кездесетін тамаша шытырман оқиғаларды және әр түсінде өмір сүретін сиқыр туралы естеліктерді алып кетті. Түн желдің тыныш сыбырлары мен тәтті армандарға толы болды. Бұл сиқырлы әлемде Феликстің армандары оның ең сүйікті ертегілері сияқты жарқын болды.